Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. 1 миллион орыс жараланып отыр, е? 1 миллион. Оның ішінде басқа халықтар да бар. Неге бұлар осы уақытқа дейін әлеуметтік желіде сол тақырып көтерілмейді? Мүгедек болған, қор болған, денесінің бір бөлігінен айырылған. Солар туралы тақырып неге көтермейді? Bir теле бағдарламасы көтере ме? Bir әлеуметтік желісі жаза ма? Жоқ. 1 миллион адам. Оның 1 миллион әкесі бар. Оның 1 миллионы шешесі бар. Сонда 3 миллион болды. Егер оның бір бауыры десе, онда 4 миллион болды. Егер оның бір апайы қарындасы бар десе, 5 миллион болды. Егер ол үйленген орыс болса, онда 6 миллион болды. Егер ол балалы болған орыс болса, 7 миллион болды. Егер оның өз ата әжесі болатын болса, 9 миллион болды. Егер оның нағашы ата нағашы әжесі болса, 11 миллион болды. Егер оның кем дегенде 10 сыныптасы болса, 10 сыныптасы болса, әрқайсының 21 миллион болады. Егер оның әрқайсының 10-нан досы болатын болса, 31 миллион болады. Егер оның тек жерлестерінен 10 шықты десең, бір жерлес, туыс емес, дос сабақтан 41 миллион болады. Егер оның тек көрші қолаңынан 10 бар десең, 51 миллион болады. Сонда жаңағы 80 миллион орысыңның жаралы болмаған орысты көрмедім, білмедім дейтіні жоқ. Осыншама халық отырып, мына бір есерсоқ шизофрен Путинге қарсы ләм-мим дей алмай отырғанынан ақ, бұл халықтың қаншалықты деңгейде тобырланғанын түсінесіңіз. Енді қазірге дейін ресми және бейресми санақта орыстан өлгендердің саны 300 мың дейді. Еуропаның кейбір ғылыми орталықтары өлген орыстардың саны 500 мыңнан асады дейді. Жарайды, 500 мың дейік. 500 мың орыс өлді. Онда оның бір әкесі болса, 500 мың болды. Есептеңіз, әкесімен өзі 500 мың болды өлген. Әкелерін қосқанда 2 болды. Шешесін қосқанда 500 мың 3 болады, Әйел бар десек, 4-ші 500 мың болады. Сол әр 500 мыңның бір баласы бар десек, 5-ші 500 мың болады. Егер оның ата әжесі бар десек, атасымен 6-ші 500 мың болады. Әжесімен 7-ші 500 мың болады. Нағаш атасымен 8, нағаш апасымен 9-ші болады. Егер оның бір тал баласы бар десек, 10. Сонда әрбір өлген орыстың ең тіке туысын есептегенде 10-500 мың, яғни 5 миллион орыс жақыннан айырылып отыр. 500 мыңнан 10-ы кетіп қалды. Сонда солар қайтты, немересінен айырылды, жиенінен айырылды, жаңағы өлген бір орыстың. Өлген орыстың атасы үшін өлген орыс немере. Өлген орыстың нағашы ататын әкесі үшін жиен. Өлген орыстың әкесі шешесін алғанда ұлы. Өлген орыстың жұбайы. Өлген орыстың жұбай үшін алғанда ол бай. Өліп қалған орыс, оның баласы қалса, ол оның әкесі. 10 кетті. 10 дегенде 500 мыңға көбейтсең 5 миллион. Сонда 5 миллион орыс тіке қаралы болып отыр. 5 миллион орыс тікеден тіке қаралы болып отыр. Әкесінен, жұбайынан, баласынан, жиеннен айырылып отыр. Енді сен соның әрбір 500 мың орыстың 10 сабақтасы болды дейікші, сыныптасы. 5 миллион кетті. Оның 10 досы болды дейікші, 5 миллион кетті. Оның 10 көршісі болды дейікші, 5 миллион болды. Оның 10 жерлесі болды дейікші, 5 миллион болды. Міне, қанша 5 миллион кетіп жатыр. Ал осылар жаңағы өлген бір Петр, бір Саша үшін осыншама 5 миллиондар тұр, бірақ ауыздарын жұмып отыр. Неден? Тобырлықтан, құлдықтан, әптен милары жуылып, шовинизммен ауырып отырғандықтан. Жаңағындай есерсоқ кемпірлер не дейді? Великая русская народ деп тістенгенде әлі бар. Бұл нағыз жаратушы лағнет деген, әбден лағнет деп ұрпағыңа, үрім бұтағыңа дейін оңбай кет деген лағнет түскен қауым.
Еркегің алқаш болып құрысын, қатының зинақор жезөкше болсын деп, жаратушы лағнет деп тастаған қауым екендігі осыдан білініп тұр. Бұл халықтың бойында мына Америкада жүргеннің өзінде лағнеттің белгілері тұр. Мына жерге келіп аш жалаңаш келген африкан қара зеңгі жаратушының осыншама берген нығметіне разы болып, өзінің аяқ Америкаға жеткеніне разы болып қуанып жүретін жер мынау. Неге? Африкада аш жүрген, жалаңаш жүрген, дәрі емделу қиын жүрген, мына жерде емделу тегін. Сақтандыру алсаң тегін. Жұмыссыз болсаң да тегін. Шетелдік турист болсаң да тегін. Қара жұмыс істе, бір супермаркетте заттасы $3000. Міне. Үй жалдап, бойдақ болсаң кісімен бірігіп жалда, не бір бөлме, бір ғана бөлме жалда. Ал бала шағалы болсаң, $1500-2000 Нью-Йорктан қатқан үй аласың. $1500-2000. Сенің тапқан табысың, жалдаған үйіңді, ішкен тамағыңды, жүрген жолыңда, ішетін сыраңды, ойын күлкіңді бәрін көтеріп кетеді. Жаңағы Африканың қара зеңгісі келіпте мына жерге Құдай не деген беріп тастаған. Тау десең тау, теңіз десең теңіз, мұхит десең мұхит, 4 маусым десең 4 маусым. Жайлым десең жайлым, су десең су, көл десең көл, адам десең адам беріп тастапты ғой дейді. Заң, құқың қорғалып отыр. Ақсың ба, қарасың ба, көксің ба, сарысың ба демейді. Медицина ол тұр. Бір адам өмір сүруге тиісті бәрі. Сен тіпті Африканың қара зеңгісінің тайпасы бір орманның ішінде 10.000 адам сөйлейтін тайпаның мүшесі болсаң, сен сол тайпаның тілінде маған аудармашы керек десең, өкімет тауып беруге міндетті болады. Істі болсаң, сотты болсаң, мен ағылшынша білмеймін, сол тайпаның тілінде сөйлеймін, маған сол тайпамен ағылшынша аудармашы керек десең, сот соны тауып келуге міндетті болады. Қазақстандағы сияқты орысшаны міндеттеп, орыс тілін білмесең, екінші сортты халық қылып, сөйтіп, кемсітіп, өз жеріңде өз тілін қорланып, балаңды қазақ тілінде класста орындық жоқ деп, орыс тіліне қоса салып, жоқ бұл жерде. Сен өзің білесің. Сен мына жерде балабақшаға балаңды берейін десең, орын жоқ деп қаңғытып жіберу жоқ. Сен сол жерде балабақшаға бересің, бітті. Алмай қойса әкесін танытасың. Міне заң сотыр құрған ел. Енді осындай жерде, ана өзінің Ресейінде жүріп, бұндай жақсылықты көрмеген орыс, Америкаға келіп, жаңағы бұдан басталатын, ныдан басталатын, зыдан басталатын, пыдан басталатын боқтықтарын боратып, ана елдің бәрі рахаттанып, музыка қойып, теңізде шомылып, рахаттанып жататын жерде, анда-санда құлағыңа сол қарғанып сіленіп отырған орыстың дауысы естіледі ғой. Ай, мына халықты Құдай жарылқап, мына халықты. Ай, сендер өз өмір бойы оңбадың, шешең жезөкше, әкең алқаш болды. Енді сендерді бір жәннатқа кіргізтіп, бір жақсылығымды берейінші десе бар ғой. Ай, бұлар жәннатқа кіріп апта. Жәннаттың өзінде мынау не бұл жерде отқа жоқ екен. Ай, міне жерде бір жаңағы Наташаны шақырсаң, бұл жәннатта жезөкше жоқ па немене? Сол жәннаттың өзінде Құдайды жаңағы пыдан бастап, ныдан бастап, зыдан бастап, жаңағы бұдан бастаған боқтығымен борат, Құдайдың өзін боқтыққа көміп тастайды ғой мыналар. Неге? Ана тобыр қауым әбден азған, екі аяқты хайуани деңгейге кетіп қалған. Сол халықты, ей, мынау қарғысымызды қойайық, мына сасық көкірек тәкаппарлықты қойайық, мынау жер шарындағы ең великий халық болу үшін боқтампаздықтан, сасық көкіректіктен, тәкаппарлықтан бірінші болсақ қана бірінші великий боламыз деген сөз жоқ дейтін бір есі дұрыс біреу шықпай отыр ғой.